Баршаңызға қайырлы күн қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай үлпілдек жұмсақ, әр жерде әрқалай айтады. Бір жерде кребле, бір жерде жұмсақ хворст дейді, бір жерде бауырсақ дейді. Осындай кереметте болып шығатын жұмсақ хворсттардың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге айран қажет. Менде осындай көп тұрып қалған, іріп кеткен айран болды. Оны төкпеңіздер, осындай креблилар жасап тастауға болады. Бір шай қасық ас содасын қосамыз айранға және жақсылап араластырамыз. Осылай көпіреді. Енді осының үстіне 3 ас қасық қант және де 1 жұмыртқа салып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Шым-шым тұз себеміз. Тағы да жақсылап араластырып, аз-аздан шамамен 3 стақан ұн қосатын боламыз. Бастапқыда мен венчикпен араластырдым. Әрі қарай қолыммен илеп, осындай жұмсақ қамыр дайындап алдым. Енді осы қамырымды шамамен 30 минутқа қапшыққа салып қоямын. Мінекей бізде 30 минутта уақыт өтті.